Армысыздар ағайын, менің атым Бурахан Дақанов. Мен оңтүстік Қазақстан өңірлерінен солтүстік Қазақстан облысына адам көшіріп, адам шақырумен айналысып жүрген азаматтардың бірімін. Өзімде осы көші-қонмен айналысатын тәуекел ұйымының төрағасымын. Айтпақшы, мен де шамамен 2 жыл бұрын сонау жер жаннаты Жетісудан мына киелді қасиетті солтүстік Қазақстан даласына көшіп келген азаматтардың бірі боламын. Сіздерге дәл қазір мына видео салып тұрған себебім, міне шамамен 2 күн болды солтүстік Қазақстан облысының Мамлютка деген ауданында жүрмін. Дәл қазір мына кереметті сіздерге көрсетсем ба деп едім. Мына қараңыздар, сол жақ тұсымда мына керемет көл. Ал мына оң қапталында дайын тұрған сары астық, алтын астық. Қараңыздар, анау жерден орман басталатын тұстар тұр. Қысқасы, осынау бір қасиетті де кең құнарлы далаға адам керек ағайын. Мына кеше 1-2 видео салып едім осы аккаунтыма. Сол видеоның астында көптеген адамдар не үшін көшеміз ол жаққа, не жағдай жасалады, анау-мынау деген көптеген сұрақтар қойылып отыр екен. Менің айтайын дегенім, біздің солтүстік Қазақстан облысына ағайын адам керек, қазақ керек. Бізде адам саны өте аз, қазақ одан да аз. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, біздің солтүстік Қазақстан облысында дәл қазіргі уақытта шамамен 530 мыңнан астам адам бар. Соның шамамен 30% ғана қазақ. Өздеріңіз ойлап көріңіздерші, үлкен облыста 530 мың адам. Ал мына Түркістан облысындағы Шымкент қаласында шамамен 1,5 миллион адам тұрады. 3 есе көп. Енді өздеріңізде мына жаңалықтардан қарап отыратын шығарсыздар, тіпті дәл қазір мына картадан да қарасаңыздар болады. Біздің солтүстік Қазақстан облысындағы көптеген елді мекендердің аттары орыс тілінде. Сонау ана патша заманынан бері, одан кейінгі мына кеңес үкіметінен бері қалып қалған көптеген атаулар бізде жетеді. Қысқасы, соның бәрін өзгерту үшін осыдағы Қазақстан арттыру, жаңағы елді мекендердің аттарын қазаққа қылып ауыстыру, ол мына біз бен сіздердің қолдарыңызда ағайын. Сол үшін солтүстік Қазақстанға елім, жерім деген азаматтардың бері қарай көшуіне біз өте мұқтажбыз. Қысқасы айтқан кезде тағы бір кешегі видеолардың астында солтүстік Қазақстанға барсақ немен айналысамыз, қандай жұмыстар бар, жұмыс таппай қалмаймыз ба деген адамдар бар екен. Соларға айтарым ағайын, қысқасы бір жұмыс берушінің астынан бір жұмыс берушіге кеп, сол жалақыға 200 мыңдық, 250 мыңдық жалақы үшін сонау 2-3 мың километр жерден бала шағаны сабылтып бері қарай керек емес. Солтүстік Қазақстан облысына келетін болсаң, нақты бірдеңке істеймін деп кел. Белгілі бір кәсіп істеймін. Қысқасы айтқан кезде аяққа тұрам, өсіп өнем деп кел. Тіпті мұны солтүстік Қазақстанға келген адамдарда жұмыс жоқ деген нәрсені мен өзім шыны керек түсінкіремеймін. Мысалы, мал алып, мал бақ. Мал бағуға бізде өте мүмкіндіктер өте көп. Мал сатып алатын мүмкіндігің болмаса, біреудің малын бақ. Біреудің малын баға алмасаң, міне мынау сияқты көл алды, көлге балық асыра. Балық асырап, балық сат. Балық асырай алмайтын болсаң, құлаш балықтар бар мында, шортандар. Соларды аулап алып, балық сат. Аулай алмайтын болсаң, құс асыра үстінде. Сол құстың жүнін жұлып сат, жұмыртқасын тудырып сат, одан кейін өлтіріп өзін сат етке. Қысқасы айтқан кезде, тіпті ондай дүние қолдан келмейтін болса, мына бір кішігірім жер алда егінек. Мұнда жүгері өседі, жаңағы ячмен дейма, қысқасы айтқан кезде жоңышқа, картошка. Айтпақшы, картошканың өзін құдайдың өзі суғарады, суғармайсың бізде. Жердің құнарлылығы сонша, картошканы бұл жақтағы көптеген азаматтар суғармайды тіпті. Қысқасы айтқан кезде, тіпті бұндай дүниелер қолынан келмесе де, бізде солтүстік Қазақстанда газ жоқ, бізде отты қолмен жағады. Сол себепті ағаш шаруашылығымен айналысады. Анау жердегі ормандардың арасынан ағаш теріп алып, ағаш жарып, ағаш сат. Ағаш сата алмасаң, бәрі мал асырайды, бәріне шөп керек, шөп жауып, шөп сат. Қысқасы айтқан кезде, не істесең де өз қолыңда. Тек қана жай жатпасаң болды. Сол себепті солтүстік Қазақстан облысына келіп, мал шаруашылығымен, жер шаруашылығымен айналсам деген азаматтар болса келсін. Айтпақшы, дүние боқ дейміз ғой, дүние боқ дегенмен тегін жатқан тезек жоқ. Бұл жерде де тегін жатқан жер жоқ, әр жер үшін күресуің керек. Тақанса баруың керек те. Сон бірақ салыстырмалы түрде, оңтүстік Қазақстанмен салыстырмалы түрде бізде жер алу оңайырақ. Сол себепті келіңіздер ағайын, біз сіздерді күтеміз.